Көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Біз ақша таппадық. Енді дүйсенбі күн сағат 2-ге дейін ғана уақыттарыңыз бар деді. Сонымен қалды. Сөйтіп мен айттым, мен трасбалетті мен телефоннан көрейін, ютубтан көрейін, хабарласып, сол жан-жақтан сұрастырып көрейін. Білетіндер бар шығар. Мүмкін біз алданып отқан шығармыз тағы юристтер, мошенниктерге. Білейін дедім. Күйеуім де жұмысқа кетті, мен қалып, сізді қазір көріп қалып, қуанып кеттім да. Мен тағы алданып жатырмын ба, жоқ дұрыс істеп жатырмын ба, соны сұрайын деп отырмын. Айтайын ба, честно жауап берейін ба? Иә, честно жауап беріңіз, өтіміз жарылса да. Ол өтірік, сіз мошенниктерге ұнып тұрсың ғой қазір, мошенниктерге ондай маған талай келген ондай адамдар. Олар сізден ақша сұрап отыр ғой. Сіз оған ақша бересің, сосын тағы да ақша сұрайды олар. Солай ақша сұрай береді олар. Сіздің бүйтіп берем, еще екіншіден сізге айтып тұр, трасбалет жаңағы. Сізге олар сілтеме жіберген ғой, осы бойынша трасбалет ашып ал деп, жаңағы. Соның сілтемесімен сіз трасбалетті ашып алдыңыз. Ол өтірік, ол мошеннический система. Трасбалетті олай ашпайды. Трасбалетті плаймекеттен ашасыз, ешкімнің сілтемесі керегі жоқ. Трасбалетті мен көрсетіп тұрмын ғой, жерден ашасыз. Олар білмеу керек. Тарттым, дұрыс. Сөйтіп плаймекеттен тартқаннан кейін, мына одан трасбалетіңізге қанша аударды? Трасбалетке қанша аударды олар? Трасбалет сумма 22 мың доллар. 74 сондай доллар бар еді, 22 доллар. Доллар еді ақа. Соған аударды. Енді 20 қалғанда. Олардың аударғаны, 22. Жоқ, олар аударып, олар сол жерде тұр ғой. Олардың аударған емес. Юридическийлер ойдағырда сол жерде тұр, трасбалетке аударып жіберді, ақшаңызды аудартып алдық. Сіздің ақшаңыз тапты деді. Сіздің ақшаңыз. Яғни ер адам ғой дедім, біреу Жанерке, біреу Ерболат дегенім, Ерболаттан деді. Яғни сіздің неңізге аударған ғой, 22 мың доллар аударып қойған олар. Иә, трасбалетке. Айналдырып отыр екен деді. Олар сіздің шотыңызға 22 мың долларды аударған болса, ол өтірік ақша. Ана жерде маған скрин жіберсеңіз, ана жерде көрсетіп тұрады 22 мың доллар деп, бірақ үстінде несін көрсетпейді да. Сосын эмблемасы қара, жаңағы. Мен білемін да оны, ондай адамдар маған талай келді ғой. Ол өзіңіз ойлаңыз, танымайды айдалада бір сізге қалай 22 мың доллар аударады. Еще сізден ақша сұрайды тағы да. Осыны алу үшін сізге жаңағы осындай сумма аудар дейді. Ол мошенниктер ғой таза. Ақшаңызға маған сенбесеңіз, соған ақшаны лақтырыңызшы. Олар сөйтіп айтады, юридический мынау деп солай әдемі сөйлейді олар. Солай жаңа сізден ақшаны қағып алу. Сіз оны білмейсіз, көрмегенсіз. Еще оларға айтыңызшы, видеозвонокпен звондап түрінде көрейін деп. Көрдіңіз бе? Иә, адресі жоқ, видеозвонокпен шықпайды олар. Ана номерлерін өтірік картинка қойып қояды, немесе ешқандай не болмайды оларда. Мен оны білемін ғой, басынан өтті ғой талай адамдар келді ғой. Алдан. Оларға айтады сізге, осыны алу үшін дейді, сізге айтады, өтірік көзбе-көз көрсетіп қояды, 22 мың доллар деп сіз ойлайсыз, күшті деп. Сосын айтады, ақша сал дейді маған, 500 мың, сосын шығарып бермейді, сіз лақтырып жібересіз, ойыңызда ештеңе жоқ. Сосын тағы да ақша сұрайды олар. Сосын кейін тағы да ақша сұрайды, сұрай береді ақшаңызды, сіздің ақшаңызды сұрай береді, болды. Тастау жоқ бұндар. Жаздым ғой, сендер осы счет аштыру үшін деп жатсыңдар ғой дедім, осы 500 мың теңгені алған екен, ақша сұрамайсыңдар ма, болды ма, осымен біте ма дегенім жауап бермеді. Сол ғой, мошенниктер олар, мошенниктерге тағы ұрынайын деп тұрсыз ғой, сіз мошенникке ұрынғансыз ғой, нақты айтқанда. Мен біліп тұрмын ғой, оның бәрін білемін ғой системаны. Талай адамдар салып отыр, тура осы системаны білгенмін сіздің қазір осыны айтатыныңды мен негізі. Олар сөйтіп мошенник сондай ашады, сондай кошелекті аштырады да, соған шотты лақтырып жібереді ақша. Енді мақұл қарасаңызшы, енді Сисенбай Маргуланың арқасынан да сондай тұр ма? Иә, олар сөйтіп қолданады, Сисенбай Маргуланды да сөйтіп знаменитый адамның атын қолданады ол, осылай деп, сол адамдар соған сеніп қалады да. Сіз ол адам білмейсіз, көзбен көз көрмегеннен кейін сенудің қажеті жоқ телефонның ар жағындағыларға. Мен сол Сисенбай Маргуланға жазбаймын мен аудиомен. Сисенбай Маргулан істейді ақшаңызды, ол миллиардер ғой, ол и так-то зачем? Ол жайда ақпарат шықты ғой. Көрдің ғой, айтты ғой. Миллиардер ғой, біліп отырмын ғой, бірақ сондай сөйтсем жауап бермейді ғой ана. Жауап бермейді, олар сондай. Оларға айтасың ғой жаңағы. Видеозвонокпен звондай, давай видеозвонокпен сөйлесек дейші, түріңді көрейін дейші, қашады. Сосын кездесейік, Астанада ма? Давай Астанадамын, қазір кездесейік, қашады ол, сразу не тауып алады, отмазка. Көрдіңіз ба? Олар сондай тілге жатып алған ғой телефонның ар жағында. Ана кімдерге сөйледім ғой, Ерболат, давай сөйлесейші видеозвонокпен, Жанерке видеозвонокпен сөйлесек, өшіп тастады, не сендердің страналарың дейді, сендердің территорияларың сондай әдепсіз дейді. Сөйтіп жазып жүрген ғой. Сіз бір негізінде оған жалпы сіз оларға қанша салып отырсыз негізі? Қанша салып отырсыз? 3 миллион салып күйіп отырсыз ба қалай?
жалпы общий сумма? Ерболатқа 450 мың теңге салдым, Жанеркеге 250 мың теңге салдым. Екеуін есептеген кезде қазір 600-700 мың теңгедей болып тұр ғой енді. Соны салып, олар сізге көбейтіп бердім, 3 миллион болды, анау мынау деді, иә? Примерно. Ана Ерболат 3 миллион болды деп көрсетті. Ал анау кім? Жанерке 1 миллион 370 мың теңге болды деп Жаңағы көрсетті. Ерболат Жанерке деген өзі солай таныстырды ма? Ерболат Жанерке деп? Ерболат Жанерке деп таныстырды ма аттарын? Иә, мен жұмақан осындай деп ана видеосын кәдімгі видеоменен салып, ана кісі өзі сөйтіп таныстырды, ана немесін, видеосын несін тіпті. Ал Жанерке, мен Жанерке түрін көрейін деген едім, ана телеграмнан не қылдық қой, сөйткен едім, ана немесін видеосы болмақ бүйтіп көрсетті да, бүйтіп көзін ашып жұмып, бүйтіп не қылып, ал сөйлеген кезде голосовоймен не қылып, бірақ сөйлеген кезде постоянно голосовой образ болды да, кейін мен не қылдым да, тағы бір мұсылман бір келіншектен сұраған едім, олар деді, андай кішкентай қыздар жұмыс істейді, негізі мектептің оқушылары істейді, анандай істеп алады дейді да, анандай бәрін фотошоп не өтірік қылады дейді да. Оның бәрі өтірік. Таза мошенниктер ұрынғансыз ғой өзіңіз барып. Мошенниктер сондай схеманы, тактиканы ойлап тапқан ғой, жалғыз сіз емес. Тура сіздікінде сіз нені адамдар маған талай хабарласқан, тура сіздікінде, тура осы әңгіме. Маған қараңыз, Трасвалетте осындай миллион теңге тұр дейді да, бір биткоин лақтырып жіберген маған дейді. Қарасам биткоин скрин жасап жіберді. Маған айтады, сол ақшаны шығарып берсең дейді, мен сізге ақшаның жартысын беремін дейді да. Жарайды давай. Қарасам, бір биткоин лақтырған, биткоин тиындармен көрсетіп тұрады ғой. Бір доллармен көрсетпейді да, сондай ешқан 0 деп тұр да доллармен. Еще биткоиннің эмблемасы сары болады. Ана жерде қап-қара. Бұл өтірік ақша. Енді айдалада бір сізге 3 миллион аудармайтын шығар енді бір биткоин. Бір биткоинге қанша мың доллар білесің бе? Қара енді. Бұл жерде олар бүйтіп айтты. Сіз не параллельный тағы юристпен сөйлесіп жатсыз ба деді, сіз бізді алдадыңыз онда деп сөйтті да. Сөйтіп ашуланды директор деп. Ой, олар сөйтіп телефонға жан директормен деп танысады, юристпен деп танысады, сөйтіп адам не істеу үшін юристпен десе адамдар ойлайды, о, ол юрист емес, ол мошенниктер сөйтіп. Соның атынан сөйлейді да, өтірік телефонға жан отырып тілге жатып алған ғой олар. Сіздің ақшаңызды алу үшін. Қазір сіз соның сұраған ақшасын берсеңіз, тағы да ақша сұрайды. Тағы да берсеңіз, тағы да сұрайды. Сұрай береді олар. Өйткені сіз оны білмейсің, танымайсың. Қалай тексерсең де ұстай алмайсың оны. Тура солай, осылай қанша адамды алдап отыр ғой, мен көріп отырмын ғой, әлі алданып отыр адамдар соған. Ондай нәрсе жоқ қой, жаңағы мына пәлен салсаң пәлен миллионға алатын десе, Қазақстан неге байып кетпейді онда, мен неге байып кетпеймін, мен істеп жүрмін, мен де салдым ғой, мен де кезінде көрдім осындай нәрселер, менің де басым өтті ғой осы, именно. Ондай нәрсе жоқ қой қазір. Сіз андай Трасвалетке сол ақшаның көбейетіне, сол Трасвалетте шын сол ақша бар екенін білесіз ба, бірақ жоқ, Трасвалет деген мен видео көрсетіп қойғанша, Трасвалетте мен ашқан себебім просто мен уже қалай ашу жағын көрсеткен, мен ол деген ана неге қатысы жоқ, просто кошелекті ашуды қалай ашу керек көп адам білмейді да, қалай ашады. Соны мен көрсеткен, бұл мемлекеттен ашады. Жоқ, ана 12 фраза деген олсыз болмайды дегенге ойланып. Иә, 12 фраза деген ол 12 фраза деген сіз өзіңіз ашасыз ғой бұл мемлекеттен. Оны 12 фразаны Трасвалеттің өзі көрсетеді сізге. Орын-орнына қоясыз деген. Ондай жоқ қой менде, олардың. Көрдің ба? Олар өздері олар құрастырып сізге істеп беріп тұр да, негізінде 12 фразаны сіз ғана білу керексіз, сізден басқа ешкім білмеу керек. Ана ютубта көрген шығарсыз. Жиенім шетелде оқығанда, шетелде ақша сұраса деді, менде 1 миллион, ол 1 миллион саған екен. Иә. Сол 1 миллионды асам да қалай деп айтқан еді. 1 миллион асам деді, сізге 10% беремін вообще, тауып бергеніңіз, жақсы таныстар тауып бергеніңіз. Ондай нәрсеге. Сөйткен еді, ол одан ақша сұраған, монеткаға аударды өзім білемін, осындай маған несін берсеңіздер болды деген еді. Оған монеткаға аударатын немен айтпаған, сөйтіп одан ақша сұраған, сендер мошенниксіңдер, анау деп әңгіме айтып, олар ұрысып тастаған ғой олар. Сөйткенде кейін олар маған звондады. Юлия шықты. Сенің сұлтаның деді, бізді мошенник деп айтты, өйтті, сенбесеңіздер қоя салыңыздар, жұмысты тоқтата салайық, басқа өздерің юрист алып алыңдар солардан ақша сөйтті. Кейін айтты, Юлия дедім, мен сенімен до конца жұмыс істеймін деген едім ғой, келісімшарт бар еді ғой, мен саған 10% беремін емес, мен саған 50% берейін. Хотя өзімнің ақшамды алып алайыншы, өзім салған ақшамды алып беріңдерші, хотя маған қайтарып беріңдерші дедім да. Сөйткеннен кейін директорға хабарласты ғой, ол жағына жауап бермеген, директормен сөйлестім. Директоры кейін әңгімені түсіндіріп, шартында сондай 500 мың сұрады. Көрдің ба, мошенниктер солай істейді. Әлі істеп жатыр, қанша адам алданып жатыр қазір, қанша не істесеңіз де. Ондай нәрсе жоқ қазір. Мынша салсаң, мынша қылып шығарып беремін, ойбай, 400 мың салсаң, миллион, 10 миллион аласың десең, оның бәрі өтірік ол. Мошенниктер солай адамды қызықтырады, солай көз байайды. Басында бір рет беруі мүмкін өтірік не істеу үшін. Бітті ғой сосын. Ерболаттан олар ақшаны алмаған да ма? Алмаған, оның бәрі өтірік құрастырып отыр, сіз соған сеніп отырсыз да, айдалада танымайды. Ол аты Ерболат та емес шығар ол.
өтірік бірдеңе қоя салады ғой оны. Ондай талай халық алданып жатыр қазір. Оның номерлері де өзінің атына тіркелмеген, бәрі сондай болады олар. Мошенниктер солай күшті тактика ойлап тапқан ғой, талай адам алданып. Адамның өзі де кінәлі ғой, қарамайды, несі анау айтса болды, сыра сала салады. Ондай нәрсе болса бүткіл Қазақстан байып кетеді ғой баяғыда. Ондай нәрсе жоқ қой, ондай. 25 мың теңге салдым оған. 24 мың теңге салдым. 24 мың теңге салдым, кейін 167 мың теңге налог төлеңіз деді. Жоқ, адамдар шығатын болса, жаңа үйтем бүйтем деп шығады, маған да шығады талай адам. Осылай мынандай салсаң, мынандай аласың, анау мынау дейді. Давай мен айтам, кездесейік деймін да, қаяқтасың кездесейік, или видеозвонок онда көрсет маған, кабинетінде көрсет, бәрін көрсет. Маған бәрін удостоверениенің бәрін жібер былай. Көрсет десең, қашады сол кезде уже артқа қайтарады сразу на месте. Көрдіңіз ба? Оны көрмегеннен кейін қаяқтан білесің, танымайсың ғой. Мошенниктер оның бәрін істеп отқан. Талай адам алданып отыр, талай адам хабарласты, тура сіз сияқты 3 миллион салған, 5 миллион салған, ой мына шарп бересің бе, трансферлетімде тұр, уже трансферлетімде аударып қойған олар деп қояды. Юрист аударған деп қояды, юрист алғанмын деп қояды. Ал ол юрист мошенник жаңа орыстар андап отқан. Өтірік немен отыра береді да, жаңа күшті әдемі сөйлейді, грамотно сөйлейді. Менікіндей, Тура сіздікі де адамдар маған талай адам хабарласып қояды ғой, именно осы трансферлетке байланысты. Счет менде бар ғой, скрин жасап алған, биткоин лақтырған. Ана сіздің трансферлетіңді маған жіберсең, ана жерде сізде көрсетіп тұрады, жаңағы осындай не бар, доллар түрде көрсетіп тұрады, бірақ өтірік ақша да, ол көз бояу да, сіз ойлайсыз оны шын ақша деп. Ол өтірік ақша. Оның эмблемасына қарайсың, эмблемасы қап-қара болады. Одан кейін жерде немен көрсетпейді, үстінде сандармен көрсету керек. Сондай нелері бар оның, сондай. Ал олар біледі, сіздің неден хабарыңыз жоқ екенін біледі да, криптовалютадан олар біледі ғой, қалай екенін. Сол сіз ондайға 400 мың салсаң 3 миллион аласың деген нәрсе, ол өтірік әңгіме, адамдарды солай қызықтырады да. Мен де басына өткен ғой, көрдік қой біз кезінде. Осыны байысам мен де байып кетеді ғой. Көрдік қой. Талай адамдар әлі соған салып жатыр. Мен қанша айтып жатсам да, соның айтқанын тыңдап салып жатыр адамдар. Былай қарағанда. Олар бір жерде отырып алған, анау жақта телефонның ар жағынан күшті істейді да, еще қайта звондайды ғой. Сізге жаны ашығандай, мен юристімін, мен директормын дейді. Ол қаяқтағы директор, ол мошенник қой. Директор ешқашан звондамайды ғой, шын директорлар. Не істейді олар? Былай қарағанда. Жаңа Марғұланның атын пайдаланып жүрген қаншама адамдар бар, Марғұланның деп, оның бәрі өтірік. Соның аттарын қолданады да, Марғұлан деген өйтіп жатыр, сөйтіп, оның бәрі өтірік, олай емес. Ол мошенниктер неше түрлі нәрсе ойлап тауып жатыр, даже андай нәрсе ойлап тауып жатыр, Еговтың атынан звондап тұрып, сонның деп қой, звондайтындар бар мысалға. Айтып отыр итактар, ол рас. Ана адам халықтың неге сенетінін біледі да, ондай адамдарға айтасың звондап жатқан кезде, давай видеозвонокпен звондашы көрейік деп сені түріңді, сосын давай кездесейік, қаяқтасың, Астанадасың ба, Алматыдасың ба, кел, или мен барайын, жолығайық десең бітті ғой, сразу қашады ол артқа қарай. Қандай компания, не компания, қалай деп бәрін көрсетші, кабинетінде көрсетші, бітті ғой, артқа қарай қашады, назад жоқ. Көбіне олар телеграмда отырады, WhatsAppта басқа нөмір ашып алады да отырады, жаңағы картинка қойып қояды, или сурет дымда қоймайды. Ана біреудің атын айта салады. Әйелдікі өтірік болды ма, сонда 15 миллион алдым, 3 миллион оған қайтарып бердім. Ол өтірік сізге, ол ана солардың сыңарлары ғой, өтірік, ол қайтарып бердім. Сіз көзбен көрген жоқсыз ғой, ана қайтарып бергенін білмейсіз ғой. Сіз факт бар ма ондай? Ол сөзге сен адам деген сөзге сенбеу керек қой, сіз сөзге сене берсең құрсын елдің бәрі айта береді. Оның бәрі өтірік, оны мен білемін ғой, оның бәрі схема ғой, ой алған деп. Ұстамай қалды деймін. Міне көріп отырсыздар ғой. Адамдар қалай алданып жатыр, өз-өздерін қалай алдап жатыр. Айдаладағы танымайтын мошенниктердің ақшасын, қалтасына ақша салып беріп жатыр, соның әдемілеп сөйлеп, әдемілеп айтқанына сеніп салып жатыр да. Ондай мошенниктер көп. Мысалға, айтып тұр ғой, міне 400 мың теңге салсаң 3 миллионға көбейген деп тұр, оның бәрі өтірік. Адамды солай қызықтырады, ондай болса бүткіл Қазақстан байып кетеді ғой. Олар мошенниктер осылай звондайды, және юриспен деп звондайды. Тағы бірдемен деп сонда адамды қызықтырып. Міне өзіңіз естідіңіз енді, мен білмеймін енді. Сізге қалай жеткіземін? Осындай нәрселерге ақша салудың қажет жоқ ешқандай. Ондай нәрсені, оның бәрі өтірік. Міне осылай WhatsApp-ыма шықты. Бәрін айтып түсіндірді міне, көрдіңіз бе? Хорошо, что тағы да ақша салайын деп отқан жеріне мен қайта айтып не істеп қалдым бір жағынан. Пайдам тиді деп ойлаймын бір жағынан. Осылай қаншама адам хабарласады енді, өкінішке орай. Менің айтарым, ондай адамдарға сенудің қажет жоқ, телефонның ар жағында үйтіп берем, бүйтіп берем, мынша салсаң миллиондап табасын, түк те істемейсің, ақшаға көмілесің деген нәрсенің бәрі өтірік. Сол есіңізде болсын, есіңізге сәттілік, пайдасын берсін, сабақ болсын.